Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге ыстық жаз күндеріне таптырмайтын, сергітетін әрі өте дәмді үй лимонадын дайындаймыз. Бұл лимонадты дайындау өте оңай және бар болғаны бірнеше минут уақытыңызды алады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп алыңыздар. Ендеше бастайық. Ең алдымен графинімізге мятамызды сабағынан үзіп аламыз. Осында мен сияқты 4 сабағындағы жапырақтарын алсаңыздар болады. Мінекей барлығын үзіп дайындап алдық. Енді оның үстіне 4 ас қасық қантымызды қосамыз. 2 лимонадымыздың біреуін алып, ортасынан бөліп, лимон шырынын сығып аламыз. Бір жарты бетін сығып алдық. Енді екіншісінде дәл солай лимонның согын сығып аламыз. Шалбыздың хош иісі мен дәмінің жақсы шығу үшін осылай аздап барлығын езіп аламыз. Мінекей барлығын дайындап алдық. Енді екінші лимонымызды жартысын осылай дөңгелек етіп кесіп аламыз. Графинімізге салып, оның үстіне мұзды салып аламыз. Енді графинімізді газдалған сумен толтырып алып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осымен біздің сергітетін, хош иісті әрі өте дәмді лимонадымыз дайын болды. Жаздың ыстық күндерінде міндетті түрде сіздер жасап көріңіздер. Егер рецепт сізге ұнаған болса, видеома лайк басып, пікір жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аягөз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.